Сәлем барлықтарыңызға, мен Гиппократ, медицинада оқимын, болашақ дәрігермін. Бүгін біз функционалды диспепсияны талдайтын боламыз. Егер де сіздерге осындай диагноз қойған болса, қалай емдейміз, симптомдар қандай, сол туралы нақты айтатын боламын. Мен болашақ дәрігер болсам да көбінесе адамдарға дәріні ішуді кеңес бермес едім. Более этиологиясын, яғни причинасын, себебін туындатып тұрған соны жою керек та. Функционалды диспепсия дегеніміз қарапайым тілде бұл мына асқорыту ішек жұмысының бұзылуын айтамыз. Яғни функционалды, ешқандай органикалық бұзылыс жоқ, ол жерде ешқандай гастрит жоқ, функциясының бұзылуын айтамыз. Диспепсия деген синдромға кіреді, жаңағы іштің ауруы, тамақ жегеннен кейін, тамақ жемес бұрын іштің шұрылы барлығы жатады. Егер де сіздерде тамақ жеумен байланысты болса, мысалы тамақ жегеннен кейін ауырып бастаса, онда оны пропрандиалды деп айтады. Ал егер тамақ ішуге байланыссыз болса, онда эпигастриалды деп айтады. Түсінікті ме? Яғни тамақ ішпесек те ауырса, түйіп ауыру, изжога сондай болса, онда эпигастриалды. Себептері әртүрлі. Ең бірінші себеп ол стресс. Стресстің бір ерекшелігі, стресс өте қатты асқазан ішек жолына бірден әсер етеді. Мысалы, адам бүгін стресс болды ма, уже 2-3 күннен кейін іші қатуы сондай болады. Потому что өте бір-біріне байланысты стресс и мына асқазан ішек жолы. Сондықтан ең бірінші сізде стресс болса, стресс алып тастап, жүгіруге ұсынар едім жүгіруді. Потому что жүгіру ол перистатиканы жоғалтады, бұлшықетке қан барады, бұлшықет уже сильный болады, перистатика жоғарылаған соң ішек асқазан жолдары жақсарады, ең бірінші. Сол себептен просто біздер оны істемейміз, айтады, жасамайды. Екіншісі ол фиточайды айтар едім. Дәрі қабылдамас бұрын фиточайды ішкен дұрыс. Для желудка деген бар. Именно соны алыңыздар, соны таңертең и кешке бірден ішсеңіздер, өте пайдалы. Осыны ұсынар едім. Егер сіздерде диспепсия болып жатса, онда голоданияны ұсынам, яғни аш болуды. Таңертең бір жеңіз, сосын күні бойы аш болыңыз, ертең жеңіз. Бұл асқазан ішек жолына демалыс, и еще олар уже самовосстановление болады. Бұның голоданияның көптеген пользасы бар, оны көп айта бермейді, бірақ өте пайдалы. Сондықтан сіздерге аш болуды ұсынам. Диспепсия кездерінде, изжога кезінде су ішіп, солай тамақты азайтсаңыздар. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Одан кейін келесі, егер де осы нәрсе әсер етпесе, онда біз уже дәріге көшеміз. Жаңағыдай қышқылдық жоғары болса, амепразол, перистатиканы жақсарту үшін ношпа, драпа, верин секілді препараттар кетеді. Бірақ бұлар естеріңізде болсын, симптоматикаға әсер етеді. Причинасын анықтау керек. Егер сіз функционалды диспепсия болса, сізде онда қандай да бір асқорыту, мысалы дұрыс тамақ жемейсіз, немесе жұмысыңыз қиын, сондай болуы мүмкін. Әрине, гастрит соларды бірінші жоққа шығару керек. Сізде ешқандай хеликобактер пилори болмау керек. Оған тест бар. Бірінші тест тапсырып, хеликобактер бар ма, жоқ па анықтап алыңыздар. Егер видео пайдалы болса, лайк басамыз. Очким қалай? Комментария жазамыз. Рахмет сіздерге.